Маған біреу сұрайды ғой, бақыт деген не деп. Мен ойлаймын, бақыт деген денсаулықтан кейінгі жүрек тыныштығың. Бүйтіп рахаттанып ұйықтап, рахаттан таңертең ұйқынан тұрасың, ойламайсың да, андай. Анау жетпей жатыр ау. Жетпейді. Ешкім дүниенің түбіне жетпеген. Бұрында анау бір кино болушы еді, богатый тоже плачет деп. Сонда біздер қызғамыз да, анау бай екен. Ол бай болғанда оның жүрегінде тыныштық жоқ қой. Мынау ол бүйтіп өмір сүреді ме? Менен біреу ақша сұрап ала ма екен? Менен ақша сұрап келе ме екен? Мен баламды біреу атып кете ме екен? Біреу мен дүниемді тартып кете ме екен? Жоқ, жүрегінде тыныштық жоқ. Қазір ең рахат өзінің таза еңбегімен тапқан дүние жүрек тыныштық береді. Бір жерден ұрласаң, біреуді алдап алсаң, не жаманшылық жасасаң да бәрібір кездеседі екен. Мен осы жасымда соң көзім жетті. Біреуге арамдық жасадың ба, алдыңнан шығады. Сенің алдыңнан шықса, балаңнан шығады. Оның бәрі мына өмірде Алла тағаланың құдіреті ғой. Еш нәрсені қылды мүлт жібермейді екен ғой, қылды мүлт жібермейді екен ғой. Жерге түскен жапырақтың да ол Алланың құдіретімен түседі, Алланың әмірімен түседі деген.